Нұрғиса Тілендиевтің атақты әнші, ақын Кенен Әзірбаевты жылатқан оқиғасы бар. Алғаш танысқанда Кенекеңді Нұрғиса ағамыз жылатыпты. Ол қалай болды? 1953 жылы Кенен Әзірбаевқа Нұрғиса Тілендиев амандасуға барады. Жол басшысы серігі белгілі композитор Бақытжан Байқадамов. Содан екеуі Кененнің ауылына бара жатқан кезде Нұрғиса ағамыз айтыпты: Бақытжан аға, сіз менің Нұрғиса екенімді айтпаңыз мүлде. Таныстырған кезде. Кейін өзім арғы жағын бір белгісін берем. Тек қана өзімнің бір шәкіртім деп айта салыңыз дейді. Сөйтіп Байқадамов барады, Кенекең екеуі құшақтасып амандасады. Нұрғисан айтады, бұл мен бір шәкіртім дей салады, уағдаласқандай. Сөйтіп ары-бері әңгімелер болады, жаңадан шығарған әндерін тыңдайды. Сөйткен кезде Нұрғиса Бақытжан Байқадамовтың құлағына сыбырлайды: Көкшолақты айтқызыңызшы деп. Содан атақты Көкшолақты айтады. Нұрғиса ағамыз айтады, Көкшолақтың үстінде отырғандай атақты әнді салды Кенекең дейді. Сөйтіп отырып Көкшолақты бітірген кезде Нұрғиса қолына домбырасын ала қалып, өзінің әкесі Тілендінің Аққу күйін орындай бастайды. Тура әкесінің стилінде қолда, аяқта кетеді, домбыраны шыр айналдырады. Күй тартқан кезде домбыраға денесінің тимеген мүшесі қалмайды. Сөйтіп көзді жұмып, күйді бір асқақ шабытпен орындап шығады. Сол кезде Нұрғиса ағамыз айтады: көзімді ашып қарасам, Кенен Әзірбаев жылап отыр екен дейді. Сақалынан жас тамып. Сол кезде Бақытжан Байқадамов: Кенеке, мынау өзіңіздің бауырыңыз Тілендінің ұлы Нұрғиса ғой деп айтты дейді. Нұрғиса ма, естіп едім, Тілендінің жалғыз ұлы Мәскеуде оқиды деп, сол келген екен ғой, Тілендім тіріліп келгендей болды ғой деп құшақтап, жылап қауышқан екен. Бұл әңгіме жуырда ғана Нұрғисаның мерейтойына орай шыққан «Маэстро» дейтін мына кітапта жарияланды. Кітап оқиық, кітаппен дос болайық, және менің YouTube арнама жазылуды ұмытпаңыздар.